3-4 жыл бұрын Таугүл мешітінде бір аға келіп, ұстаз үйге келіп ұлыммен сөйлесіп бересіз ба, дінсіз дейді да, жаңағы атеист дейді да, жыны бар ма білмеймін, анау енді жыны бар, анау бар, енді біраз нәрсе айтты, жарайды дедім. Бір күні уақыт тауып бардым, қызық ана кісі де, енді кіргізіп отырып таныстырып сөйте жатсам, ұлының бөлмесіне кіргізіп жіберді, артымнан есік жауып тастады. Кірдім да, енді кіргізіп таныстыратын шығар деп отырмын ғой, кіргізіп жіберді, есік жауып тастады. Артыма қараймын, есік жауып тастады. Анаған қарап тұрмын, амандастым, айнаға қарап тұрды, ана шипанердің айнасы болады ғой, тарақпен тарап тұр да, бүйтіп қарамайды маған. Бір кез маған қарады да, сен осымен 5-ші адамсың маған келіп тұрған дейді. Мен не істеймін енді жақсы, таныстырған да жоқ, ыңғайсыз. Бауырым отырса бола ма дедім. Жарайды, отыр деді. Отырдым, сүмірейіп. Не айтам? Сөз бастау білмедім, қалай енді. Сөйтсем анау біраз не істеді, сөйлей бастады. Сенің алдында келген имам кеудемді басып тұрып бетіме түкіріп кетті деп қойды. Сөйтсе жыны бар деген ғой, анау жастау бір жігіт келіпті да, жыны бар деп ойлаған, тексермеген, қарамаған, келгенде жатқызып қойып кеудесіне басып тұрып Құранды оқып, сүф дегенде ана бетіне түкіріктер тиген ғой. Соған ашуланып ренжіп отыр да, сенің алдында келген бір молда келіп бетіме түкіріп кетті дейді да. Сосын үндеген жоқпын, ақырындап сөйлесіп отырып, тыңдап отырсам, әп-әдемі жігіт, дизайнер бала. Анау жұмыстарын көрсеткенде, мына жерде фотоға түсіріп алған секілді қылып салады екен да. 15 түрлі программамен жұмыс істейді. Мен жұмыстан шығып кеттім. Үлкен фирмада істейтін, $1000 табатын едім. Неге? Өйткені әкем келді езе береді. Намаз оқымайсың. Сосын пускай отстанет деп бір күн айттым дейді. Аллаңда өзімде құрыш сен деп. Сенбеймін деп мен сөйтіп күпірлік сөзін айттым. Надоел айтпаса еді. Ол мезі қылып жіберген да. Көрдіңіз бе? Дінге шақырам деп, наоборот, баласын күпірлік кетер жіберді. Сосын баласы кәдімгідей көңілден біраз ашылды. Әңгімелесіп отырып, біраз ашылып, аға жүріңіз шай ішіп кетіңіз деп, жаңағы далада тұрған времянкаға апарып, жаңағы аналар шай дайындап жатыр екен, төрге отырғызып, жаныма отырып, әңгіме айтып, күшті болып келе жатыр еді, жаңағы әкесі кіріп келіп еді, қабағын түйді да бала бұрылды да шығып кетті. Амандық жоқ, саулық жоқ, ана дата болып мезі қылып жіберген ғой. Сосын отырдым да айттым, аға шыны керек дедім, кінәлі сіз екен дедім. Сүйдеп ем жаңағы қызы мен әйел ана жерде жабылып кетсе бола ма күйеуіне? Айттық қой біз, жаңағы. Сөйтсек бүкіл семьясын бәрін мезі қылып жіберген да. Яғни өзім намаз оқиды екенмін деп, бала-шағам, әйел бала-шағам намаз оқытамын деп ези беруге болмайды. Не болды нәтижесі? Баласы айтады, қазір мен нормально жұмысқа тұрсам, мен кетем бұл үйді тастап. Надоел дейді да уже. Мазғамды әбден итеріп жіберді, езіп жіберді. Мен қалай жұмыс істеймін? Қарашы дейді, көрсетіп жатыр, бір мықты жұмысты көрсетіп жатыр да, өзінің жұмысын, ананың жұмысына таңғалып тұрсам, одан да мықты жұмыстар бар екен. Фотода кәдімгідей. Сөйтсем көрдің ба, мен түсіп кетті. Сондан кейін мен жұмыстан шығып кеттім. Мынау мазғамды итере береді, ұра береді. Мен күніне 7-8 сағат отырып қуып отырмасам, бұны қалып қоясың дейді да, неден, программадан. Жаңадан шығып жатыр қайта. Сонымен мен қалып қойдым дейді. Қазір жұмыстан да сол себепті шығып кеттім. Нашарлап кетті жұмысым дейді. Енді мен қазір реті келсе бір жұмыс тауып алып, жеңіл-желпі бөлек шығып кеттім деп отыр дейді да. Сосын қайтадан мынаны қуып ары қарай. Қарап отырсам әп-әдемі ақыл есі дұрыс бала, әкесі езіп жіберген. Ол дінді таратамын деп бүйтіп езіп жіберуге болмайды. Орнымен болу керек. Адамның деңгейіне қарау керек. Мысалы, 11-ші сыныптың мұғалімін әкеп, 1-ші сыныпқа әкеп кіргізіп жіберсе, ол 11-ші сыныпқа түсіндіретіндей деңгейде терминдарды сөйлеп, мықты сабақ болды деп шыққаннан пайда не? 1-ші кластың балалары түсінбейді ғой бәрі. Түсу керексің ғой сен. 1-ші сыныпқа кірген ұстаз 1-ші сыныптың деңгейінде сөйлеу керек. Колледждерде оқытады педагогический, мұғалімдік. Дошкольный воспитаниеде бөлек оқытады. Садиктікін. Олардың өңкей оқулары сол, жаңағы ойыншықтар, қағазда неше түрлі құрап, ана баланың тілінде сөйлеу үшін ойыншықтарды не істей білу керек. Ойната білу керек балаларды. Соның тілінде сөйлеуге үйретеді. Колледжде кішкентай баламен қалай сөйлесіп, ойнау керек екенін үйретеді. Деңгейін түсіреді адамның. Бастауыштарда да солай. Жартылай ойын, жартылай соның тілінде сөйлеуге үйретеді. Яғни 1-ші сыныптың баласына біз сабақ беру үшін 1-ші сыныптың деңгейіне түсіп сөйлеу керекпіз. Сондықтан бұл біз уағыз айтып дінді жеткізген кезінде ата-анамыз, бауырларымыз, қоршаған орта жаған ағайындарымыздың деңгейіне қарау керекпіз. Оларға не жетіспей жатыр? Сосын ақырындап келеді, бірте. Мысалы, Аллах тарихқа қарасақ, Аллах тағала
Мекке кезеңінде 12 жылдан астам, 13 жылға жақын тек қана калиманы айтқызған ғой. Намаз, ораза әлі не болмаған ғой, парыз болмаған. 13 жыл бойы тек қана ля иляха иллаллахқа шақырды. Неге? Өйткені мүшриктердің халі сол болды да. Оларды ең бірінші калимаға келу керек болды. Сондықтан туысқандарымыз ішінде калиманы білмейтін, Алласын танымайтын, атеист болып жүргендерге ол сен намазды айтпай ақ қой сен. Бірінші Алланы танытып ол. Алланы таныдық, Алла білеміз ғой, парыз екенін білеміз ғой, бірақ не жаңағы жүрегіміз таза ғой, пенсия келгенде оқимыз ғой деп жүрсе, ол кезінде уже калима емес, уже бер жағындағы амалдарды ақындап қызықтырып айта беру керек. Оны айтқанда да, мысалы, ата-анаға уағыз айтылмайды дейді. Іштен шыққан балаға уағыз айтып тұрса, кім көтереді оны? Тем более намаз оқымайтын адам көтере алмайды. Сондықтан ата-анаға уағыз тек қана қызмет қылумен болады дейді. Асты үстіне түсіп қызмет қылу. Асты үстіне түсіп. Сөзінде ата-ана жебейді. Мен үйретпеген нәрсені бұған кім үйретті? Дін үйретіп отыр. Оқыған боп, кітаптарды әкеп қойып кетіп бөлмесіне. Қазақша кітаптарды оқып жүрген боп. Бірте-бірте ол ата-анаң келіп, мынау дұрыс емес, мынау харам, болмайды мынау, былай істеу керек деп айтатын болса, көтере алмай қалады. Қойшы дейді, күпірлік сөзін айтып жіберуі мүмкін. Сондықтан әрбір нәрсе өзінің орнымен, ақырындап болады. Жұмсақтықпен, міне пайғамбарымыз соған шақырып жатыр. Жұмсақтықпен ақырындап. Мына нені 3 аятты көп келтіреді. Осы дін уағыздаушыларға көп айтылады. Мынау Аллах тағала шарапты харам қылған кезінде бірден харам қылған жоқ қой. Бірінші бір аят түсірді да адамның санасына салып қойды. Бұл шараптың пайдасы да бар, зияны да бар. Зияны бірақ көбірек деп санасына салып қойды. Харам қылған жоқ, ішіп жатты сахабалар. Бірақ ақырындап санасын оята бастады. Неде? Зиян бар. Санасына кіргізіп жатты. Ана қатты жақсы көріп ішетіндерге уже ақырындап санасы, мынау зиян екен ғой. Уже ішіп жүрсе де іштей, зиян екен ғой. Мысалы кейбір ішіп жүретін бауырларымыз болады ғой. Білем ғой, харам екен, бірақ енді тоқтай алмай жүрмін деп. Әйтеуір сеніп тұрғанына да шүкір да. Вообще сенбесе не істейсің? Халал бұл мен үшін десе. Сонда күпірлікке барып жатса, Құдай сақтасын. Сондықтан ол мына санамен ақырындап сенгеннің өзі ол уже бірінші қадамда. Аллах тағала пайдасы да бар, зияны да бар. Зияны көбірек деп қойды, ішіп жатты. Содан бір сахаби бір күні намазға шығып, мас болып тұрып, сүрені оқығанда мас болып тұрып байқамай қалды. Ла а'буду ма та'будун деген Кафирун сүресінің аяты бар емес пе? Соны а'буду ма та'будун деп жіберді. Ей, пұтпарастар, мүшриктер, сендердің табынып жатқан пұттарына мен табынбаймын деген аятты сендердің табынып жатқан пұттарға мен де табынамын деген мағына болып кетті. Лә дегенді айтып қойып еді. Яғни мен де мүшрикпін, сендер табынып жатқан пұтқа мен де табынамын деген мағына шығып кетті да. Сол нәрсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға жетті. Сол кезінде Омар радиаллаху анхудың дұға қылғандар бар. Я Раббым, осы арақ шарапты. Ол кейіннен. Осы жерде екінші аят түседі. Я айюхаллазина аману ла тақрабу ссала ва антум сукара хатта та'ламу ма тақулун. Ей иман келтіргендер, мас күйлерінде намазға жоламаңдар. Не айтып не қойғандарыңды білмейінше, яғни сауықпайынша, сөйлеген сөздеріңді анық біліп сауықпайынша намазға жоламаңдар деп. Харам қылған жоқ. Харам қылған жоқ. Бірақ мас күйінде намазға жоламаңдар деп қайтарды. Сондықтан сахабалар бір намаздан шықса, барып ішеді, кейінгі намазға жақындап қалғанда тоқтатады. Не ішетін адамды білеміз ғой, бір ішсе адам тоқтамайды ғой. Тоқтауды білмейді ғой ішкен адам. Бірақ сахабалар тоқтайды. Орта жолға келгенде тоқтап, дем алып, сауығып барып, келесі намазға сауығып келеді. Яғни сахабалар өз-өздерін тәрбиелей бастады. Яғни Аллах тағала тәрбиелеп қойып жатыр. Жарты уақыт ішіп тоқтап, жарты уақыт ішпей тәрбиелет деген сөз болды, ол дайын болып қалды. Қалған жартысында тоқтата салу жеңіл болды. Содан кейін Аллах тағала тәрбиелеп әкелгеннен кейін бар 3-ші аят түсті. Шарап, құмар ойындары деп ансап деп келеді, ол бірнеше нәрсені айтады да, фа иннаху риджс мин амали шайтан фажтанибуху. Ол шайтанның ісінен, ол ықылас нәрсе ол. Ластыққа жатады ол. Нәжасқа жатады. Шайтанның ісінен алыстаңдар одан деді. Осы 3-ші аятпен үзілді кесілді Аллах тағала харам қылды.
сол кезінде құмыра шараптар төгілді. Енді қарап отырсақ, Аллах тағала әу баста білді ғой харам екенін. Әу баста бізді жаратпай тұрып білген, нені жарататындығын, қайсы харам, қайсы халал болады. Аллах тағала енді әуелден біліп тұрған болса, неге бірте-бірте тыйды? Неге бірден тыйып тастамады? Аллах тағала бізге көрсетіп жатыр, пендесімен санасып жатыр дейді да, пендесін тәрбиелеп әкеп барып тыйып жатыр. Көтере алады-ау болды дегенде барып харам қылып жатыр. Бір сахаби кеп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қайтыс болғаннан кейін Айша анамызға келіп айтқаны бар екен. Айша, мынау 3-ші аят, бірден харам болған аят бірінші болып түскенде егер, мен мүмкін діннен шығып кетер ме едім дейді. Өйткені мен ішуді, шарапты қатты жақсы көретін едім дейді. Мен шарапты таңдап діннен шығып кеткенім жеңіл болып қалатын еді дейді да. Аллах тағала осылай бірте-бірте тәрбиелеп әкелгеннен мен қалдым деп жатыр да. Діннен шықпай. Аллах тағала құдіреті жетіп тұр. Бірден тыйып тастаса құдіреті жетеді пендесіне. Болды ішпеңдер деп бірден бірінші күннен бастап тыйып тастаса құдіреті жетеді. Бірақ өйткен жоқ. Бірте-бірте тәрбиелеп әкелді. Бізге осыменен өнеге көрсетіп жатыр, сабақ беріп қойып жатыр. Бірте-бірте уағыз айтқанда адамның рухы бірден бір жұлып алып, жуып шайып, тазартып сала салатын нәрсе емес. Уағыздап уақыт керек. Бірте-бірте ақыр. Сондықтан мына пайғамбарымыз соны айтып жатыр. Яссиру ва ла туассиру. Жеңілдетіңдер. Жұмсақ жағынан алып ақырындап үйретіңдер. Баширу, сүйіншілеңдер. Жақсы жағын ғана айтыңдар. Ва ла тунаффиру. Тозақ, азап деп уағыз айта беретін болсақ, қаштырып аламыз. Қой, бұндай діннің құрсын, тек азапты ала беретін болсақ, құрсын дейді ғой, естікісі келмей кетеді да. Мен де басымнан өткен, өзім байқамай қалыппын жаңағы. Бір барған жерге қайын жұртта уағыз айт дегенге өңкей жаңағы азап болып кетті да айтып отқаным. Тозақ, азап, өзім байқамай қалыппын да. Сөйтсем тақырып солай болып қалды ма білмеймін. Сөйтсе ана бір балдысым ғой, түрі қашып кеткенде, чем дальше, тем страшнее дейді жаңағы. Ары қарай кеткен сайын қиын болып бара жатыр ғой, қорқынышты болып бара. Сол өзім түсініп қалдым. Субханалла, мынау айт. Өзіміз оқыған тәпсірлер, хадистерді ұмытып қойыппыз ғой, субханалла. Жаңағы басқа жағынан бастап қойыппын да. Сондықтан ол енді қателік кімде болмайды. Ол бірте-бірте келеді оған адам. Уағыз айтқанда да хикметпен дейді ғой, даналықпен, ол да бірте-бірте келеді. Бірақ ол мен қолымнан келмейді деп тастап қоюға болмайды. Ақырындап іліммен, ілім алып, ақырындап не істей беру керек та, енді жеткізе беру керекпіз. Бірақ жаңағындай жолмен, жұмсақтықпен, даналықпен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям немере жиендері Хасан мен Хусейн дейді. 5-6 жасар кезде дейді, кішкентай. Дәретханаға бір үлкен кісі келіп, қалай болса солай қате дәрет алғанын көріп, енді айтайын десе 5-6 жасар адам келіп сізге, көкетай, мынау дәретін дұрыс емес десе, сен қабылдайсың ба, қабылдамайсың ба? Тем более өз дәретті білмей тұрған адам қаншалықты ілімі бар дейсің. Қойыңдар дейді ғой кішкентай балаға. Сонда даналықпен жеткізіп қойғанда, ана сөзбен айтса көтере алмай қалуы мүмкін. Сондықтан айтқан, көкетай, сіз бізге қазы болыңызшы, жюри болыңызшы, судья болыңызшы. Біз мына екеуміз дәрет алып, қайсымыз тура алады екенбіз, айтыңызшы деп. Ана енді өзінше үлкен адам ғой енді. Жас балалардың дәретін айтып берейін, жарайды деп, кімдікі тура екен деп қарап тұрса, екеуі де тура алып, сөйтсе бұл кісі үндемей барып қайтадан дәретін алып жатыр дейді. Жеткізіп қойғанда, сіздің дәретіңіз дұрыс емес, бізге қарап алыңыз деген секілді. Үйде айтса, қабылдамай қоюы мүмкін. Жаңағындай айтқанда, ана кісі үндемей барып қайтадан дәретін алып жатыр дейді. Толықтырып.